балшысындай, қаншаның асығындай, аңқылдаған, шарқылдаған, қасықтап жинаған дүниесін шелектеп төгуге тартынбаған, жүйелі орналасқан қадірменді қазақ елі. Мынау балар қолын желде бұлқынар, балар бала бесігінде бұлқынар десе, намыстарымыз қылыштайға айналып, текті жұрттың қатығына айналып, мына ұрып жатқан қошеметтеріңіз өздеріңізге Алланың нұры бол жаусын. Мына қазақта қазақ үшін ер тоқым ат, ал патшалық бір басқа дейді. Бүгін қос саңлағымыз, қос азаматымыз, қос құранымыз атқа қонатын болады. Ал енді сол перзенттеріміз біз ортаға шақырғанды жөн санап отырмыз. Перзентіміз ел билейтін үлкен азамат болсын. Бүгін осы тойдың төрінде талай аттың үстінде жүрген, елді билеп жүрген, елдің ардақтары менен ел даналар қауымын көріп отырмыз. Осындағы келген үлкен ағаларымыздың бүгінгі батасы қабыл болып, періштәмен де осы перзенттерімізге жөн жалғасын, жұғысты қылсын дегіміз келеді. Адам ұрпағымен көріпті дейді. Әрқашанда Құдай қаласа осы ұлдарды үйлендіріп, қызды қияға қондырып, немере шөбере шөпшек сүйіп, солардың алақанынан май жалауды сізге Алла сіздерге жұғысты қылсын. Мына қазақта терең қартай той көріңдер деген бар. Осындай бір қуанышты сіздерге де жұғысты қылсын деп тойдың иелеріне тағы бір құрмет, қошемет білдіріп қояйық. Енді емес, күнделікті сіздер мен біздер тойдан көріп жүрген тұлпар емес, тәу аламанда көкпардың төрінен көріп жүрген, талай салымдарды егеленіп жүрген бағыз тұлпарлары тойдың төрінен табылатын болады. Қазанаттарымыз ортаға келетін болады. Ал ол тұлпарлар енді өздеріңізге белгілі, бүкіл ел танитын мына кереметте Ақбегі Мұратбай ағамыздың мына киелі шағалары Шардара өңірінен келіп отырған Ақжайық пенен Красавчик деген қос тұлпар ортадан табылатын болады. Қадірлі ағайын, бір қошеметтеп қойсаңыздар, сол қос тұлпарды ортаға алып келуге рұқсат етіңіздер, мархабат.